Мына сіздерге айтайын дегенім, құрметті көрермендер. Мына біздің өзіміздің мына продюсер секілді өзімізді шын биіктерге шығарып жүрген, өзіміздің апамыздай болып қалған Ақбөбек апамыздың ертең туған күні. Соны бүгін көңілді жігіттер болып құттықтап, ортаға дуға шалапалақпен Ақбөбек апамызды шақырайық. Ақбөбек апай. Рахмет, рахмет. Міне осыған рахмет айтып, концертті ұйымдастырып берген, декан алып берген, барлық жақсылықтарды істеген үшін, көңілді жігіттердің атынан сізге туған күніңіз болған үшін сыйымыз бар еді. Қабыл алыңыз. Көңіл жігіттердің атынан. Аса болса көптей көріңіз. Барлық істеген жақсылықтарыңыз үшін рахмет. Отыра беріңіз. Туған күніңіз құтты болсын. Жігіттер, мен де осы сәтті пайдаланып отырып, өзімнің білесіңдер ғой, жүретін қызыма бір өлең шумақтарын арнағым келеді. Бірақ ренжімейсіздер, мен сахнаның артына барып айтайыншы. Бір толқып қалатын сияқты, ұмытып қалатын сияқты. Келісесіздер ғой? Айта. Иә жаным. Жүректен шықпаса да, саған деген ізденген тапқандарымды қабыл ал. Керемет келбетінен ай көрінген, аумайсың ғой абай сүйген әйгерімнен. Кешеге төлегендер ғашық болған, үмітімнің қыз жібектен қай жерген. Жаным болшы жарқырап күнде күлген, жаным болшы от темін бірдей білген, арым болшы өзгесін білмеймін мен, бәрін көрші сен үшін гүлдей білем. Жаным десе дегендей барсың жаным, менде жайсан жандарға жансың мәлім. Келші қалқан өмірді бір кешейік, адам ізі түспеген қас шыңдарым. Менің көздерім жүрегіме қызғаншақтықпен қарайды. Білесің бе неге? Өткені сен менің көздерімнен алыс болсаң да, әрдайым менің жүрегімдесің. Сені шын жүрекпен мерекемен құттықтаймын. Артыңа қара. Артыңа қара. Бәрекелді дуға шапалақтарыңыз.